Маусым айының 15-ші жұлдызынан бастап 21-ші жұлдызына дейін Семей қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары туған елге тағзым жобасы бойынша 2000 жылдан астам тарихы бар ата-бабаларымыздың қасиетті жері Тараз қаласында танымдық экспедицияда болып қайтты. Көненің көзіндей болған қарт Тараз қаласын танып білу үшін Қазақстанның түкпір-түкпірінен оқушылар жиналды. Бір апта көлемінде дайындалған әрбір күннің өзіндік бағдарламасы ерекше болды. Біз әлемге әйгілі Айша Бибі кесенесімен танысуға келдік. Бұл Айша Бибі кесенесі 12-ші ғасырда салынған. Әйгілі Қарахан Айша Бибіге өз махаббатын білдіру үшін осы кесенені салдыртқан болатын. Аңыз бойынша әрбір құрылысшының өзіндік жеке өрнегі салынған. Осы кесенеден жыланның басын анық көруге болады. Бұл аңыз бойынша Айша Бибінің жылан шаққаннан кейін қайтыс болғанын білдіреді. Өкінішке орай, көне заманнан бері Айша Бибі кесенесінің 30% ғана сақталып тұр, ал 70% жаңартудан өткен. Сондай-ақ Айша Бибінің ең жақын адамдарының кесенесін көрдік. Сонымен қатар 14-ші ғасырда салынған Тараз қаласының оңтүстік шығыс бөлігінде биік төбеде орналасқан тектұрмас күмбезіне барып, Тараз қаласының көрінісін тамашаладық. Біздің есімізде қалған тағы бір көрнекті жер 9-шы ғасырда іргесін көтерген Төрткүл керуен сарайы болды. Себебі жылы едендердің көне заманнан бар екені бізге үлкен әсер қалдырды. Біз қазір керуен сарайындамыз. Керуен сарайының қабырғаларының қалыңдығы мен биіктігі 5 метр. Мұнда көптеген сатушылар келген, бұл қонақ үй деп саналады. Сонымен қатар Тараз қаласындағы өндіріс орындарына барып, еліміздегі дайын өнімдерді қалай жасайтынымен таныстық. Тараз қаласында шамамен 2730 жұмысшысы бар жаңа Жамбыл фосфор зауытында болдық. Бұл зауытта сары фосфор мен құрамында фосфор бар өнімдер шығарылады. Және Қамқор локомотив жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде тепловоздарға техникалық қызметтер көрсететін орынға да бардық. Бұл жерде тепловоздарға бөлшектер жасап жөндеуден өткізеді. Сондай-ақ біз 2005 жылы ашылған Достық үйіне барып, саяхатымыз ары қарай Бауыржан Момышұлының туған жері Жуалы ауданында жалғасын тапты. 1951 жылы негізі қалаған Бурнен сыр зауытына экскурсияға бардық. Бұл жерде ірімшік пен сүт өнімдерін өндіреді. Зауытта бар жоғы 54 адам жұмыс істегенмен, тауарларды тек Қазақстанда емес, ТМД елдеріне де тасымалдайды екен. Кеңес одағының батыры, жазушы, екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері, әскери қолбасшы Бауыржан Момышұлы атындағы мұражайға бардық. Ол жерде батырдың тірі болған кезінде қолданған заттарын көрдік. Мұражайдан кейінгі аялдама кілем цехы болды. Бұл жерде 8 адам жұмыс істейді. Кілемдерді арнайы тапсырыс бойынша жасайды. Бұл цех 30 жылдай жұмыс істеп келеді. Табиғаты көркем Әулие Бастау қалашығы биологиялық құндылықтарға толы. Сол маңда ағып жатқан бұлақ суы мөлдір, әрі емдік қасиеті бар. Аңыз бойынша осы суға шомылған адам бір жыл бойы ауру дерттерге шалдықпайды деседі. Осы күні бізді қатты таңғалдырған орын қысқы бақ. Ол жерде өсімдіктердің түр-түрі кездеседі. Ең бастысы, бұл жерде электр энергиясын емес, күн сәулесінің энергиясын қолданады. Экспедицияның жалғасы Жамбыл облысының Тұрар Рысқұлов ауданында орналасқан Ақыртас сарай кешенінде болды. Археологтардың зерттеуі бойынша бұл сарай 8-ші ғасыр ортасында салынған. Қорғауда арнайы зерттеу орны бар. Қорғанның бірнеше ерекшеліктері бар. Біріншіден, кәрі жүйесі болған. Екіншіден, тектұрмас пен Ақыртастың арасында жер астымен өтетін жол болған. Жер асты жолын геологтар газ іздеп жүргенде тауып алған. Археолог Басеновтың айтуы бойынша Ақыртас салынып, бітпей қалған ірі бек сарайының іргесі болып табылады. Тылсым сырлы Ақыртас сарай кешені соңғы 130 жыл бойы зерттеліп келе жатса да, кейбір жайттар әлі күнге дейін жұмбақ болып отыр. Ақыртастың құрылысы белгісіз себептермен тоқтап қалған. Ақыртастан соң Қырғыз жотасының орталық тау бөлігінде орналасқан Ұзынбұлақ шатқалына келіп, шатқалмен жоғары көтерілдік. Ұзынбұлақ шатқалындағы Сұлутасқа жету үшін 3 шақырымдай жерді жаяу жүріп өттік. Сұлутасқа жеткенде әсерлі көрінісі тамашалап, шаршағанымыз тез басылды. Көшелерді шуылдатып, телефонды шырылдатып, маза бермей қоямыз саған.
Жамбыл облысы Алатаудың бөктерінде орналасқан Меркі ауданының тарихи өлкетану мұражайында өлкенің тарихымен жақынырақ танысып, Көксай шатқалының табиғатын көруге шықтық. Оған жету үшін Батыс Тянь-Шаньның 2 шақырымнан асатын биіктігіне көтерілдік. Сондай-ақ еліміздің шекарасын көршілес қырғыз шекарасымен бөліп тұрған каньондарды тамашаладық. Сапарымыздың 6-шы күні Жуалы ауданындағы Берікқара шатқалынан басталды. Берікқара шатқалы республикалық маңызы бар кешенді мемлекеттік табиғи қорықша. Мұндағы өсімдіктердің 51 түрі қорғауға алынған, Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Сонымен қатар біз Тау Самалы сауықтыру орталығында қонақ болдық. Экспедицияның соңғы күні біз археологиялық қазбалар жүргізіліп жатқан мекенге барып, келесі аялдамамыз 2013 жылы құрылысына 50 миллиард теңге жұмсалған Тараз аренасы болды. Жалпы Жамбыл облысының табиғаты мен тарихы туған елге тағзым жобасы бойынша барған балалар үшін ұмытылмас әсер қалдырды. Осындай жобалар жастар бойында тарихымызға деген құрметті арттырып, ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде қалдыруға септігін тигізеді. Туған жеріміздің табиғаты біздің еліміздің де мақтан тұтарлық жерлері бар екенін дәлелдейді. Еліміздің табиғаты мен тарихы өзге елдердің де қызығушылығын оятатынына сенімдіміз.